Ол сенің теңің емес деп жазғандар да болды, иә? Ой, ол жерде деген кәдімгідей қайтесің Диана, ол деген онша емес, ол деген қап-қара кішкене бір нәрсе деп адамдардың сондай пікірлері болды. Мен қатты таңқалдым. Диана сенің теңің емес, саған одан да керемет қыз лайық деп айтқан ғой. Кейбір махаббаттар бір сәтте басталмайды. Кейде жүректер үндесіп, бірін-бірі бұрыннан танығанмен сезім кейін келуі мүмкін. Сұлтан мен Диананың хикаясы дәл осындай терең әрі сабырлы басталған жол. Олар алғаш рет эфир кезінде емес, одан бұрында таныс еді. Жай ғана әріптес, жақсы дос болды. Бірақ уақыт өте келе бұл байланыс мүлде басқа деңгейге ауысты. Жеке кездесулер, терең әңгімелер, шынайы сезімдер және бір күні жаңа бет ашылды. Сұлтан алғашқы кездесулерінің бірінде-ақ "Мен үйленгім келеді" деген. Бұл бірден айтылған, анық әрі сенімді сөз еді. Диана үшін де бұл тосын, бірақ жүрегіне жақын сәт болды. Себебі ол бұл адамды өз адамы ретінде бұрыннан ақ сезініп жүрген. Сырға салуға дейін олар қарым-қатынасын жасырып келді. Бұл шынайы нәрсені сырт көзден қорғау еді. Қашықтықта оңайға соқпады. Бірақ олар бір-біріне сенді. Бір-бірін күтті. Диана суреттерін жариялағысы келгенде Сұлтан "Бәрі өз уақытында" деді. Бұл блогерлік сценарий емес. Бұл өмір. Бұл махаббат. Бірақ бұл жол тек гүлмен төселген жоқ. Қарсы пікірлер де аз болмады. Диананы Сұлтанға сай емес деп сынағандар болды. Біреулер тіпті ауыр сөз айтып, қап-қара бірдеңе деп кемсіткен. Сол сәттерде жүрекке батқаны рас. Бірақ Диана үнсіз қалды. Сұлтан қолдады. Уақыт жауап берді. Соңғы күндері Диананың парақшасына 150 мыңнан астам адам қосылды. Қазір ол 583 мың оқырманмен үлкен отбасыға айналды. Бұл жай сан емес. Бұл сенім. Бұл махаббатқа деген құрмет. Сұлтанның анасы да Диананы өз ұлынан бұрын жақсы көріп қалған екен. Бұл екі жүректің емес, екі отбасының тоғысуы. Көрерменнің де үлесі зор. Жақсы ниет, дұғалар, тілек бәрі қабыл болды. Бүгінде олар бірге. Шынайы, тыныш, ешкімге дәлелдейтін ештеңесі жоқ. Бірақ бәрін дәлелдеп қойған махаббат.